пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жүректерге неше түрлі азғырынды нәрселер ұсынылған кезде, әсіресе қазіргі кезде телефонмен, сізге телефоннан қаншалаған азғырынды нәрселер ұсынылуы мүмкін, бірінен соң бірі келіп жатқан кезде, бір жақсы нәрсені көремін деп бастайсыз, бір кезде қарасаңыз, бір жаман нәрсеге отырып қалған боласыз да. Сонда осы нәрсені өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қайсы бір жүрек бұны жұтып қойса дейді, ол жүрекке қара дақ түседі. Кейін сол дақ екінші нәрсе шақырып тұрады. Жаңағы дақ ұятты азайтады да, тағы бір қарауға оп-оңай шақырады. Тағы қарайым, дақтар түсердің үстіне бірі түсіп, күндердің бір күні ол жүрек қап-қара болады дейді. Алланың жақсы дегенін де түсінбейді, жаман дегенін түсінбейді, бәрібір болып кеткен. Ал қайсысы бір жүрек оны теріске шығарып, астағфирулла, бағанағы тақуалық арқылы Аллам көріп тұр ғой, естіп тұр ғой деп, тіпті кішкене қарап қойып жатыр, ойбай, не істеп жүрдім мен, астағфирулла, бұрышқа отыра қалып, сәждеге жығыла қалып дегендей, осындай бір әрекетіңіз арқылы қабылдамай қойсаңыз, онда ол жүрекке аппақ дақ түседі дейді, нұр. Сол дақтар көбейе берсе, қиямет орнағанға дейін ол жүрекке ешқандай азғырынды сынақтар әсер етпейтін болады дейді.